Ассаламу алейкум, құрметті телегөрермендер. Асыл Қазына студиясының бүгінгі қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Алматы облысы Жамбыл ауданы орталық Шынасыл мешітінің бас имамы Исламхан Қалжан Әріпжанұлы. Аға, студиямызға қош келіпсіз. Еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты мешіттер өз жұмысын тоқтатып отыр. Сол себепті пітір садақаны қалай төлейміз деген сұрақтар жиі мазалайды. Осы ретте Каспий Голд арқылы ма, әлде мешітке барып төлегеніміз жөн бе? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум баршаларыңызға. Өте орынды сұрақ. Қазіргі біздің де WhatsApp жүйесіне келіп жатқан сұрақтардың көбісі, басым көпшілігі осы туралы сұрақ қойып жатыр. Мысалы, Каспий Голд арқылы төлем дейтін болса, ол да өз еркісінде, Каспий Голдты бар адамдар өз еркісінде. Ал екіншіден, ол ішіне кірген кезде приложениеге кіреді. Сол кезде қалалардың аттары жазылып тұрады. Сол қалалардың аттарына Алматы облысы болса, Алматы облысының атынан, мысалы Тараз ба, жаңағы Оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысы ма, сол сияқты өздерінің тұрғылықты жерінен төлеуге болады. Екіншіден, мешіттер жабық деген пікірді халық осы нәрсені айтып жүр. Жалпы ол мешіттер жабық емес. Мешітте тек қана өзінің жұмысы тоқтатылды дегенде азан айтылады, жамағатпен намаз оқылмайды. Ал сол үшін пітір садақаны қабылдау жүйесін қазір біз сыртта қабылданады. Мешіттің сыртында, ауласында қабылданады. Сол жерде камерасы бар, өзіндік камерасы. Сол жерде келген адамдарға Құранын оқиды және пітір садақа туралы мағлұматтар береді. Енді Каспий Голдты біз не қылмаймыз, кім беретін болса бере берсін ол нәрсені. Ал халық әрқайсының өзінің сұрақтар болады. Оразан кезінде имаммен кездесіп батасын алуға, Құран оқуға деген сияқты, сол себептен де осы мешітке келсе болады дейміз. Жалпы пітір садақаның биылғы жылға көрсеткіші және де оның қайда жұмсалатындығы туралы егжей-тегжейлі айта кетсеңіз. Өте орынды. Біріншіден, пітір садақа дегеніміз адамның жан садақасы, жылына берілетін бірақ садақасы, бұл пітір Рамазан айында ғана беріледі. Оның көлемі қазіргі ұнның көлемін бағасына қарап 370 теңге бөлінген. Ал қалталы азаматтар бар, енді ол қалталы азаматтар 370 теңге оларға енді былай айтқан кезде жүрмейді қалталы азаматтарға. Жалпы оларға берілетін 3920 теңге жан басына, және де өзінің бизнестері бар, және үлкен компаниясы бар, үлкен-үлкен кәсіпкерлер бар енді біздің елімізде. Солар берілетін 9400 теңге бұл белгіленген. Олар құрманың бағасымен беріледі. Ал екінші саты кісілер мейіздің бағасымен беріледі. Ал үшінші саты кісілер 370 теңге ол жалпы халыққа белгіленген. Ал осы пітір садақа қайда, не үшін жұмсалады? Енді ол қазіргі көптің ойында жүрген сұрақ. Өйткені имамдар бұны қайда жұмсайды, өздері ала ма деген сияқты, қай жерге жұмсап жатыр деген. Біріншіден, ол пітір садақа, сіздің берген пітір садақаңыз келесі жылға дейін мешіттің ашық болуына себепкер. Оның 30% Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына өтеді. Ол нақты қадағаланып отырылады. Одан кейін барып, ендігі жылға дейін мына светі бар, су бар, коммуналдық шығындар дейді. Коммуналдық шығындар осы газы бар, отоплениясы бар деген сияқты мешітті ұстап тұру осы шығындарға 30 немесе 40% ғана құрайды. Қалған нәрсені ол келесі жылға дейін ашып, мешіт ашып тұру үшін ол демеушілер қажет болып қалады. Соның арасында имамдар бұны қайырымдылық шараларымен айналысады бұл мәселені. Ол барлық интернет жүйесінде көрсе де болады бұл мәселені. Үшіншіден, тағы да нақты мұқтаж адамдар, мысалы жолда қалып қойған адамдар, мұқтаж адамдар мешіттің есігін қағады. Мешіттің есігін қағып, мешіттен сұрайды. Оның бәрін біз толық аты жөнін және паспортын көшірмесінен алып қаламыз. Және де кейбір кісілер болады, осындай нағыз мұқтаждар, үкіметтен бір тиын алмайтын адамдар бар. Ел болғаннан кейін оның ішінде байы бар, кедейі бар, ол қоғам болғасын әртүрлі болып тұрады. Сондықтан да нағыз мұқтаж біреулер қарызға кіріп кеткендер болады, мысалы, соларға осы пітір садақадан үлестіріліп беріледі.
Ал тағы да бір сұрақ, осы жерден бір сұраққа бір жауап кетейік. Өйткені қазіргі осы қаражатты желеу қылып жинайтындар өте көп, оразаны пайдаланып жинайтындар өте көп. Ол қоғамның қайда, қандай мақсатта жиналып жатқанды біз толық біле алмаймыз. Сондықтан пітір садақаны мешітке алып келіңіздер деген, біздің алып келген жақсырақ деген пікірді айтамыз. Жаңағы осы мешітке келсе деген, мешітке түссе деген, өткені мешітке түскен кезде бұл келесі жылға дейін. Және мешіттің муфтиі бар, облыстық бар, аудандық бар, әрбір имамдар осыны қадағалай алады. Өйткені мешітке түскен қаражатты қадай алады. Ал сырттағы қоғам мүшелерін, өзінің қоғамдық мүшелері, оны ешқандай адам оны қадағай ала алмайды. Қайда, қай жерге жұмсалып жатыр, не үшін деп, оны толық біле алмаймыз. Сондықтан да мешітке түскен жөн деп білеміз. Өйткені бұл Алланың үйі, келесі мұсылмандардың, барлық мұсылмандардың осы жерге келіп, қаражатының бір жерден бөлінетін болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетіне сай, содан кейін бар болса, мешіттер қазір Аллаға шүкір көптеген жұмыс жасап жатыр. Көп адамдарға үйде алып беріп жатқаны бар. Оған бәріне осының барлығы осы мұсылмандардың, халықтың арқасы. Бір жерге қаражат түсетін болса, ол жерден жақсы өз дегеніне жетеді деп, мақсатына жетеді, өз орнына барады деп түсінеміз. Еліміздегі қазіргі төтенше жағдайларға байланысты тарауық намазы қалай өтпек? Тарауық намазы біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас муфти Наурызбай Тағанұлы бұл туралы фәтуа шығарды. Солтан Хазірет әрбір мұсылмандар қазір тарауық намазын үйде оқу керек деген. Мешітте оқылмайды. Тарауық жамағатпен мешітте оқылмайды, және ол үйде оқылады. Отбасыңызбен, ошақ қасыңызда бала шағаларыңызбен бірге оқуға ол болады. Бұл жерде тек қана жамағаттың сауабы ғана азаят деген болмаса, қалған уақытта үйде оқыса. Өйткені Хазіреті Омар радиаллаху анхудың кезінде тарауықтар үйде оқылған және жеке-жеке оқылған болатын. Ал кейін Хазіреті Омар радиаллаху анху осыны жам болып, осыны бірге қойып, жаңағы тарауық намазын адамдармен бірге оқуды үндеген. Осыған фәтуа шығарған болатын. Енді қазіргі дәл осы төтенше жағдайға байланысты тарауық намазы әрбір үйде оқылған дұрыс. Өйткені бізде қазір дерттің өзі күннен күнге азайып жатқан жоқ, керісінше күннен күнге көбейіп бара жатыр. Адамдардың шоғырланып жатқан сайын бұл дерттің көбейіп жатқанына байланысты біз болған мешітте емес, үйде оқығанға кеңес береміз. Тұшымды жауаптарыңызға көп рахмет. Және де құрметті көрермендер, ойларыңызда жүрген сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңізді қалдырып кетулеріңізге болады. Біз міндетті түрде жауап беруге тырысамыз. Назарларыңызға рахмет. Ораза қабыл болсын.